Танымал жекпе-жек шебері, актер Брюс Ли. Суретші, поп-арт бағытының бастаушысы Энди Уорхол. Және Британияда көңіл көтеру кешінде экстази ішкен Ли Бетс есімді бойжеткен. Бұлардың барлығын бір нәрсе өлтірген. Ал дәл сол нәрсе Мэтью Кэррингтонды өлтіргенде Калифорния штаты тұтас бір жаңа заң шығаруға мәжбүр болған. Және ол нәрсе экстази емес. Адамдар әдетте кейбір өнімнің құрамында микропластик немесе ГМО бар деп қауіптеніп жатады. Ал сіз күнде тұтынатын тамақтың құрамында дигидроген моноксиді барын білесіз бе? Оның тағы бір атауы гидроксил қышқылы. Ол топырақтың эрозиясына әкелетін зат. Сондай-ақ ол адам өлтіретін көптеген улардың ең негізгі құрамдас бөлігі. Ал ол заттың 6 литрін тұтынсаңыз, нақты өлесіз. Я достар, әрине бұл тізесі шыққан әзіл. Дигидроген моноксиді немесе гидроксил қышқылы дегеніміз ол жай ғана су немесе H2O. Бұл әзілмен сіз ғылымнан хабары аздау достарыңызға пранк жасай аласыз. Судың біз тізіп шыққан сипаттарының ішінде 6 литр жайлысы есіңізде қалып қойған болуы керек. Бәрі де у, бәрі де дәру бола алады. Оны тек мөлшері анықтайды дегендей, судың өзі у бола алады. Негізі судың өзінен уланып өлу сондай бір сирек құбылыс емес. Лас су ішіп қойып, оның құрамындағы бактериялардан улануды айтып отырған жоқпын. Кәдімгі тап-таза ауыз суының өзі адамды мөлшерін білмесеңіз өлтіруі мүмкін екенін айтып отырмын. Брюс Ли 1973 жылы дәл осы суға уланып көз жұмған. Әйгілі суретші, поп-арт жанрының бастаушысы Энди Уорхол да 1991 жылы дәл солай қайтыс болған. Ал мына қыздың аты айтып кеткеніндей Ли Бетс. 1995 жылы ол бір кешке барып экстази ішкен. Алайда масайғанынан есін білмей қалып тезірек айғам деп өте көп мөлшерде су ішкен. Ол 1,5 сағаттың ішінде 7 литр су ішіп қойған. Оны өлтірген экстази емес еді. Оны өлтірген су еді. Америкада универлерде бауырластық клубтары болатын естіген болуыңыз керек. Fraternity, sorority деп аталады. Түрлі сериалда, фильмде көрсетіледі. Сондайдың бірінде 2005 жылы бір жаңа мүшені ұйымға қабылдау рәсімінің аясында Мэтью Кэррингтонға толтырып су ішкізген. Тым көп су ішіп қойғаннан оның миы ісіп кетіп, жүрегі тоқтап қалған. Бұл жағдайдан кейін тіпті Калифорния штаты сондай рәсімдерді қадағалауға қатысты жаңа ауқымды бір заң шығарған еді. Ал 2007 жылы Дженнифер Стрейндж есімді келіншек бір радиостанцияның мүмкінінше көп су ішіп Nintendo ұтып алатын бір байқауына қатысқан. Радиостанцияға бұл қауіпті нәрсе екені айтылған болса да, олар қатысушыларға бұны ескерткен жоқ. Түнгі 12 шамасына 7 литр су ішіп қойған Дженнифер басым айналып тұр деген. Ал таңғы 6-ға қарай ол мерт болды. Радиостанция Дженнифердің отбасына ақыр аяғында $16 миллион көлемінде өтемақы беруге мәжбүр болды. 2020 жылы, яғни күні кеше Закари Сабин деген 11 жасар бала дәл солай өлген. Әке-шешесі баласының несебінің түсі тым қою деп уайымдап, соны түземек болып балаға 4 сағат ішінде 3 литр су ішкізген. Бала ағзасы үшін бұл тым үлкен доза еді. Сонда бұл не қылған нәрсе? Тұншығып өлу ма? Әлде бүйрекке тым қатты қысым түсіру ма? Бұлай қарасақ, абсурд қой, ауа жұтып өлу деген сияқты. Сәл соңыра бұны тереңірек түсіндіреміз. Көбелек эффектісін естуіңіз бар ма? Ол ұғымға сәйкес, жердің бір шетінде көбелектің қанат қаққаны жердің басқа шетіндегі торнадоға себеп болуы мүмкін. Яғни ұсақ түйек нәрселер ауыр салдарларға әкеп соғуы мүмкін. Ол туралы баяғыда фильмде шыққан, талайымыз бала кезімізде соны көріп травма алғанымыз да бар. Көбелек эффектісі деген ұғымның мәні мына барша әлем өзара тығыз әрі нәзік бір байланыста екендігі. Мысалы, бізден алыс жерлерде болып жатқан бір оқиғалардың өзі бізге әсер етпей қоймайды. Біз езуіміз көпіріп, ақыл көйсіп әлемдегі саяси мәселелерді талқылағанды жақсы көреміз. Бірақ бізден мыңдаған шақырым жердегі бізбен үш қайнаса сорпасы қосылмайтын әскери қақтығыстар әр қайсымызға осы қазір, осы жерде қалай әсер етіп жатқанын ойлай қоймаймыз. Бәрімізде бір ғаламшардың бетінде өмір сүреміз. Ол ғаламшардың алыптығына қарамастан,
бәріміз былайша айтқанда бір қайықтың үстінде келе жатырмыз. Бұл видеода біз сіздермен мына сұрақтардың жауабын іздейміз. Қалайша Израиль-Палестина қақтығысы Арал теңізін құрғатты? Арал теңізін Антарктидадағы пингвиндердің өзі қарғайтыны рас па? Неге Атлантиданы Арал теңізінен іздеу керек? Қайық пен каяк бір түбірден шыққан ба? Судың және біздің бәріміз ағылшынша сөйлейтініміздің арасында не байланыс бар? Орталық Азия елдері арасында қандай соғыс шығуы мүмкін? Неге Катара шын өмірде болғанда діндегі хижра күнтізбесіне сай жүргенді жөн көрер еді? Нұх пайғамбар шын өмірде болған ба? Күніне 2 литр су ішу керек деген рас па? Бәріңізге сәлем, бұл Қазақ Бабыл жобасы. Біз қазақ тілінде ғылыми танымдық ақпарат таратқымыз келеді. Менің атым Бейбарыс Сейтақ, мен лингвистикада зерттеушімін. Бұл видеоның мазмұнына командамыздағы және командамыздан тыс инженерлер, химиктер, геологтер атсалысты. Қазақ тіліндегі пайдалы, сапалы контенттің дамуына үлес қосам десеңіз, осы видеоға лүпіл басып, пікір жаза кетіп, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Ал біз әңгімемізді мақта, 70-ші жылдар және Мысыр-Израиль соғысынан бастаймыз. Нью-Йорк Таймс мұрағатының мәліметіне сенсек, 1955 жылы Мысыр Кеңес одағына мақтасын экспорттап, оның орнына мұнай алып отырған. Дәл сол жылдары таяу шығыстағы жағдай жыл санап емес, күн санап шиеленісіп бара жатқан еді. Әу баста 1952 жылы Мысырдағы төңкерістен кейін және Гамаль Абдель Насер билікке келгеннен кейін Мысыр Кеңес одағымен тығыз байланыс орната бастаған еді. Бұл ынтымақтастық аясында 1950-1960 жылдары Мысырға экономикалық және әскери көмек беріліп жатты. 1967 жылғы 6 күндік соғыста да Кеңес одағы Мысырға қару-жарақ берген еді. Алайда екі ел арасындағы қарым-қатынас 1970 жылдардың басында нашарлай бастады. Насерден кейін келген президент Ануар Садат Мысырды Кеңес одағынан алыстатып, Америка құрама штаттарымен тығыз қарым-қатынас орнатуға көшті. Ал 1972 жылы шілде айында Садат ксро-лық әскери кеңесшілерді қуып шығарғанда, бәрі қайтпасқа кетті. Бұл қадам Садаттың толықтай батысқа бет бұрғанының және Израильмен бейбітшілік орнатқандығының бір айқын белгісі болды. 1977 жылы Кеңес одағы Мысырға қару-жарақ сатпай қойды. Мысырлықтар болса Кеңес одағына мақта экспортын тоқтатамыз деп жауап қайтарды. Кеңес одағы мақтаға деген жоғары сұранысты іштен жабуға мәжбүр болды. Өзбекстан мен Түркменстандағы мақта алқаптары өте қарқынды пайдаланыла бастады. Бұл өз кезегіне Қарақұм шөлі арқылы бірнеше тиімсіз канал салынуына алып келді. Сырдария мен Әмудария ағыны сарқылып, Арал теңізі, өздеріңіз білесіздер, тартылып қалды. Обал деуге келетіндей ақ жағдай, өйткені дұрыс салынбағандықтан аталмыш Қарақұм каналынан алынған судың 30-дан астам 75-ке дейінгі пайызы босқа кеткен еді. 1988 жылға қарай Өзбек КСР жалғыз өзі дүние жүзіндегі ең ірі мақта экспортшысы болды. Әрине, Арал теңізінің тартылып кетуінің жалғыз себебі, басты себебі Израиль-Араб қақтығысы деп отырған жоқпыз. Хейт комменттеріңізді жаудырмай тұра тұрыңыздар. Бірақ көріп отырғаныңыздай, бұл қайткен күнде көптеген фактордың бірі болғандығы анық. Мектеп бағдарламасында бізге Арал теңізі жайлы біраз нәрсе айтылады. Бірақ оның өзі шындығында аздық етеді. Жалпы Арал ол теңіз емес, негізі ол көл. Бірақ көл болғанда да жай көл емес. Мәселе сода. Арал өз заманында көлемі бойынша әлемде 4-ші орында тұрған көл болған. Одан үлкен көлдерге тек Каспий, Солтүстік Америкадағы жоғарғы көл және Шығыс Африкада орналасқан Виктория көлін жатқызуға болатын. 20 ғасырдың ортасында Арал теңізінің ауданы 68 000 шаршы шақырымды құрайтын. 68 000 шаршы шақырым деп жай санмен айтсам, әрине сіздер дым түсінбейсіздер. 68 000 шаршы шақырымға 100 Алматы, 56 Нью-Йорк немесе тұтас бір Гүржістан сыйып кетеді. Ал қазір Арал теңізінен бар болғаны су қоймалары қалған. Ал теңіздің көп бөлігі Аралқұм деп аталып кеткен шөлге айналған.
Қазір Арал теңізінің ауданы 8000 шаршы шақырымды ғана құрайды. Оның бастапқы ауданының небәрі 12%. 8000 шаршы шақырым дегеніміз Алматы облысындағы Іле ауданымен немесе Ақмола облысындағы Целиноград ауданымен барабар. Бірақ Арал теңізінің тағдырына оптимизммен де қарауға болады. Ол үшін оның тарихын біліп алу керек. Өйткені Арал теңізінің қақ ортасындағы түбінен немесе күні кеше түбі болған жерден бірнеше кесене және тұтас бір қалашық табылған. Оларды бүгінгі ғылымда кердері 1, кердері 2 және Арал асар деп атап кеткен. Түрлі зерттеуге сәйкес олар 14 ғасырға тиесілі. Яғни бұдан бұрын да Арал теңізінің көлемі құбылмалы болған. 1417 жылы тарихшы Хафиз Абру Хорезм көлі, сол тұстағы Арал теңізінің атауы ендігәрі жоқ, Амударияның арнасы бұрылып кетті деп дабыл қаққан еді. Жалпы өзендерді қанша менсінбесек те, олар негізі көп нәрсеге әсер етеді. Мысалы, біз Шыңғысхан 1219 жылы Отырарды жермен жексен еткен, содан ол керемет қала жоқ болып кеткен екен деп тарихтан өткен едік. Ал шындығында Отырарда 19 ғасырға дейін адамдар тұрған. Бірақ ғасырлар бойы жағдайы нашарлай берген. Бірақ мәселе мынада, оны Шыңғысхан жаулап алғанымен, ол моңғол шапқыншылығынан жоқ болып кеткен жоқ. Есіңізде болса, ол бірнеше ғасыр Қазақ хандығына тиесілі болған. Ал ол 1219 жылдан бері біраз уақыт өткендегі кезең еді. Климаттық, гидроморфтық зерттеулерге сәйкес Отырарды күйреткен моңғол шапқыншылығы емес, ұзақ уақыттық дағдарысқа әкеп соққан су мәселесі болып шықты. Яғни Сырдария, Арыс өзендерінің қалаға келетін арналары бұрылып кеткен. Сәйкесінше қалада қуаңшылық жиі болатын болған. Ал оның күйреуін Шыңғысханға жаба салу ол көбіне бір еуроцентризмнің көрінісі сияқты. Яғни еуропалық патшалар қалаларды жаулап алып, билік ететін дегдар болады екен, ал дәл сонда империалист Азиядан шықса, ол міндетті түрде адам талғамайтын, иррационал, әйтеуір ессіз жойқын бір айуан болып шығады екен. Арал теңізі 16 ғасырдан кейін жүйелі түрде қайта тола бастаған. Әрі қарай не болғанын өзіңіз де білесіз. Қазір Арал теңізіне технологиялардың күшімен жаңбыр суын көбірек жаудырып, оны қайтаруға болады деген идеялар айтылып жүр. Әттең, ондай құрылғылар шынымен жаңбыр тарттыратыны еш дәлелденбеген. Бірақ биыл шынымен Арал теңізіне, Арал қаласына жаңбыр көп жауды ғой деуіңіз мүмкін. Бірақ біз сәл кеңірек қарай білуіміз керек. Эль-Ниньо деп аталатын климаттық бір феномен бар. Ол шамамен 4-5 жыл сайын болып тұрады. Орташа есеппен 1 жылдай созылады. Мысалы, мына графикте нақты қай жылдары болғаны көрсетілген. Өткен ғасырда шамамен 30 рет болған. Бұл қызық бір құбылысты тынық мұхиттағы желдер және су температурасындағы өзгерістер тудырады. Бірақ ол бүкіл жер бетіне әсер етеді. Бір жерлерге қуаңшылық алып келсе, енді бір жерлерге топан су алып келеді. Аномалияның түр-түрі болады қысқасы. I am El Niño. All other tropical storms must bow before El Niño. Yo soy El Niño. For those of you who don't habla español, El Niño is Spanish for the Niño. 2022 жылғы зерттеуде ғалымдар Эль-Ниньо орталық Азияға нақты қандай әсер ететінін зерттегенде, Шыңжаң төңірегіне, яғни біздегі Алматы, Жетісу жақтар және Арал теңізінің төңірегіне көбірек жауын-шашын жауатынын анықтаған. Ал 2023 жылдың жазында Эль-Ниньо басталғандығы ресми түрде хабарланған. Ал 2024 жылдың наурызында қазір болып жатқан Эль-Ниньо бізге белгілі тарихтағы 4-ші ең үлкен Эль-Ниньо екендігі айтылған еді. Яғни 2024 жылдың наурызынан ақ Алматы, Жетісу жақтарға және Арал теңізінің төңірегіне жауын-шашын әдеттегіден көп жауатынын болжауға болатын еді. Бірақ ең дұрысы әліптің артын бағайық. Ең бастысы табиғат шекара талғамайтындығын. Бүкіл әлемнің табиғаты, ормандары, сулары, таулары өзара тығыз байланысып жатқанын естен шығармауымыз керек. Артық қыламыз деп, тыртық қылып алмауымыз керек. Айтқанымыздай, бір жердегі көбелектің қанат қаққаны басқа жерде дауылды бастап беруі мүмкін. Мысалы, қараңыз, мынау Арал теңізі, ал мынау Антарктида.
Екеуінің арасы 14.000 шақырым. Енді қызықты қараңыз. Арал теңізінің орнындағы аралғұмнан көтерілген токсиндер сол Антарктидадағы пингвиндердің де қанынан табылған. Арал теңізі кеуіп қалған орнынан көтерілген тұз Қазақстаннан мыңдаған шақырым жерлерде орналасқан Гренландия мұздықтарынан, Норвегия ормандарынан және Беларусь алқаптарынан табылған. Сенесіз бе? Мына орталық Азиядан тонау Антарктидаға шейін пингвиндерді аяп кетеді екенсің. Бірақ пингвиндерді бізден бетер аяй білген басқа бір тұлға бар еді. Аяғанда қандай, қалайда оларды өзінің алып кемесіне мінгізіп құтқармақ болған. Әлемнің бірталай дінінде кездесетін маңызды бір кейіпкер Нұх пайғамбар. Аңызға сай, Құдай оған бүкіл жер бетін топан су басатынын аян еткенде, ол әр жануардың бір-бір аталығынан және бір-бір аналығынан алып, тіршілікті құтқармақ болған. Бірақ бұл жерде бір гәп бар. Нұх пайғамбар жайлы аңызды антиплагиаттан өткізер болсаңыз, оның бірнеше көшірмесі бар екені шығып қалар еді. Жер жүзін басқан топан су жайлы аңыз өте көп халықта бар. Шумер аккадта бар, Қытайда бар, Семит халықтарында бар, Гректе бар, Үндіде бар. Оның кемесін қазақ Қазығұртқа тоқтады десе, армяндар Араратқа тоқтады деп сенеді. Ғалымдардың пайымдауынша, бұндай көп әрі әртүрлі халықтың аңызында әйтеуір бір ғаламат топан су жайлы аңыз бар екені бекер емес. Мысалы, гипотезалардың бірі бұл аңыздың шығу тегін мұз дәуірі мен оның аяқталуымен байланыстырады. Мұз қатқанда судың барлығы мұзға кетіп қалады. Яғни судың деңгейі төмендейді. Мысалға, 100 мыңдай жыл бұрын басталып, шамамен 10 мың жыл бұрын аяқталған соңғы мұз дәуірін алайық. Бұл тұста теңіз деңгейі әлде қайда төмен болған. Біз бүгін білетін теңіздердің көбі мүлде болмаған, я пішіні басқа болған. Осы уақытта бүгінгі Ресей мен Алясканың арасындағы Беринг бұғазы құрлық болған еді. Неге? Мына графикте көретініміздей, соңғы мұздық максимум, яғни мұз дәуірінің шарықтау шегі шамамен 21 мың жыл бұрын болған. Одан кейін біздің заманымыздан бұрынғы 6000 жылдарға дейін мұз тұрақты түрде еріген. Ал теңіз деңгейі үздіксіз күрт көтерілген. Осы кезеңде топан су жер жүзінде өте көп болған деседі. Жер-жерде теңіздер, көлдер тасып жатқан. Сәйкесінше, адамзат мәңгіге есінде қалатын мыңдаған жылдық апат кезеңін бастан кешкен. Яғни, Нұхтың аңызы жай аңыз емес. Бір замандарда шынымен орын алып, бүкіл әлемді су басып жатқандай көрінген апаттар легінен қалған көне бір естелік болуы мүмкін. Нақты Нұхтың өзі болды ма, жоқ па деген әрине қиын сұрақ. Алайда оның прототипі болған болуы әбден мүмкін. Эй! Да? Что это, черт возьми? Беринг бұғазының өзі қызық бір нәрсе. Адамзат жер жүзін жаулап жатқанда, дәлелек айтқанда шамамен 25 мың жыл бұрын адам баласы Еуразия құрлығынан Америка құрлығына өтіп кетіп үлгерген. Ал кейін мұз дәуірі аяқталып, су деңгейі көтеріліп, кешегі өткелді терең су басқанда, ол байланыс мыңдаған жылға үзіліп қалған. Біреулер сол Америкаға өтіп кетіп үлгерген халықтардың арасында мына біздің түркілердің де ата бабасы болған деп болжайды. Келбетіміздегі ұқсастықтан бөлек, тағы бір дәлел ретінде қайық және каяк сөздерінің ұқсастығын айтып жатады. Американың төл халқы инуиттерге тиесілі каяк деп аталатын қайық түрін білетін болуыңыз керек. Бірақ шындығында өкінішке қарай қайық пен каяк сөздері түк те түбірлес емес. Қайық сөзі әу баста қайғұқ болған. Ол 11 ғасырға тиесілі Қашқаридің сөздігінде солай жазылады. Қайық сөзі арғы түркі тіліндегі иілу, бүгілу мәніндегі қай етістігінен шыққан. Неге иілу, бүгілу, оның не қатысы бар десеңіз, қайықтың тұмсығы мен арт жағы жоғары қайырылып тұратын болған. Содан шыққан болған болу керек. Ол етістік бүгінгі тілімізде де бар. Мысалы, қайыру, қайтару сөздерінің түбірі сол қай, яғни қаю етістігі. Ал инуит тілдеріндегі каяк сөзі қан, яғни жақындау, және яқ, яғни құрал сөздерінен құрастырылған. Біздегі қайық сөзімен ұқсастығы жай ғана кездейсоқтық. Мысалы, португалша абригадо, ал жапонша аригато дейсің. Бірақ екеуі әттең бір сөзден шықпаған. Жай ғана сәйкесіп қалған. Алайда, біздегі қайық сөзінің шынайы тарихының өзі қызық.
Ол сөзіміз шығысқа қарай жүріп, Беринг бұғазынан аса қойған жоқ. Бірақ қазақтың қайық деген сөзі батыс бағытында біраз жол жүріп өткен. Бүгінгі парсы, тәжік, күрд халықтары қайық сөзін мысалы бізден алған. Демек, оларға бұл технология түрі, немесе оның ерекше жетілген бір түрі түркілерден барған болса керек. Ал орыс, грек, итальян, француз, ағылшын тілдерінде біздің қайық сөзі қайықтың түріне қатысты айтылады. Осылайша Аляскаға жетпесе де қайығымыз мыңдаған шақырым сапар шеккен екен. Түркілерде расында бұл сала көнеден бері жақсы дамыған. Бұған дәлел түркі тілдеріндегі теңізшілік терминдеріне бай сөздік қор. Қайық, кеме, ескек мәніндегі күрек сөзі, тегене сөзінің көнерген қайық мәні, диалектілерде сақталған кішкентай қайықты білдіретін ұшан сөзі, бұлардың барлығының кемі 10 ғасырлық тарихы бар. Бірақ түркілерден де, жалпы бүкіл әлемнен де бұл тұста асып түскен бір халық барын білесіз бе? Неге әлем тілі ағылшын тілі екенін білесіз бе? Неге жер бетінде Made in China және I love you сөздерінің аудармасын білмейтін жан баласы жоқ? Кейде біреулер ағылшын тілі табиғатынан жеңіл деп жатады. Бірақ оның жеңіл түгі де жоқ. Интермедиат деңгейінен аса алмай жүрген, немесе IELTS-ын тапсыра алмай жүрген танысыңыздан сұрасаңыз болады. Шындығында тілдер өздігінен жеңіл я ауыр болып бөлінбейді. Барлық тілдің күрделілігі бірдей келеді. Бірақ ағылшын тілін әлем тілі еткен нәрсе ол мына стакандағы нәрсе. Қалай? Түсіндірейін. Британия бір кездері күн батпайтын империя деп аталатын. Өйткені шынымен отарлары сонау шығыстағы ең шеткі нүктелерден батыстағы ең шеткі нүктелерге дейін жетіп жатқан. Оның барлығы ненің арқасы? Теңіз жолдарының арқасы. Британия империясы теңіз саласын, кеме саласын өте қатты дамытып жіберген ұлт болған. 16 ғасырда 1-ші Елизавета патшайымның тұсында ағылшындар испандардан қауіптеніп, кеме ісіне жіті назар аудара бастайды. 17 ғасырда ресми түрде патша флоты, немесе патшаның теңіз әскері құрылады. Бұл нағыз табылған ақыл болды. Иелігіңді кеңейтуде теңіз жолы құрлық жолына қарағанда әлде қайда тиімдірек. Неге? Өйткені теңіз арқылы алыстағы халықтарға жетіп, жоқ жерден пайда болып, оларды жаулап алу оңайырақ. Әуелі әлсіздеу халықтарды жаулап алып, кейін бірте-бірте күштірек халықтарды жаулай аласыз. Ал керісінше, құрлық арқылы сіз мықты болса да, әлсіз болса да, көршілеріңізді жаулап алуыңыз керек. Соларды бағындырғаннан кейін ғана олардың ар жағындағы халықтарға кеңейе аласыз. Сол себепті де мысалы Ресей негізінен құрлық жолымен кеңейген империя болғандықтан, еуропалық державалардың арасында салыстырмалы түрде әлсіз болып келген. Теңіз жолдарын бағындыра білген, сіз бен бізге өте жақсы таныс тағы бір саяси күш бар. Ол от халқы. Аватар әлемінде от халқына ең мықты флот тиесілі еді. Кеменің түрі бар еді. Әскери қапқара кемелер, оның барлығын біз өзіміз де білеміз. Одан бөлек Азуланың салтанатты, көлемді шлюбі және Зуконың кішілеу келген кемесі. Яғни теңіз жолдары әскери текетірестерде өте үлкен артықшылық беретін маңызды сала екенін мультсериал авторлары ескерген. Аватар демекші, бұл туындының авторлары оқиғалар орын алатын қиялдағы әлемді егжей-тегжейіне шейін ойластырған. Аватар әлемін зерттейтін, ішіндегі түрлі ұсақ-түйек мәліметтерді жинап отыратын түрлі сайттар да бар. Авторлар қоспаған, ескермеген жерлерін фанаттары түгендеп отырады. Мысалы, аватар фанаттарының бір теориясына сәйкес, аватар әлемінде күндізбе болғанда, жер патшалығы, от халқы, ауа көшпенділері тура сіз бен біз сияқты 365 күннен тұратын, біз тұрған жердің күнге қарай еңкейгені, не күннен әрі шалқайғанына қарай жүріп отыратын, яғни күнге негізделген күнтізбені қолданар еді. Бірақ су тайпаларының жөні бөлек. Олар айға негізделген күнтізбені қолданар еді. Айтызбе. Ораза айы келген сайын сіз де ойланушы ма едіңіз? Бұл не қылған нәрсе өзі? Фрэнк, қазақтарында кешікпей баратын бір жерлері болу керек шығар, ойланып көрші. Қай жерге олар ешқашан кешікпейді. Еш уақытта ешқандай қазақ кешікпейді. Қазақтар тек бір жерге кешікпейді. Ауызашарға кешікпейді.
бір жылдары оразаны қыста ұстап жүрдік. Ол жылжып бір кезде жазға келді. Енді қазіргі жылдары оразаны көбіне көктем кезінде ұстаймыз. Жалпы қисыны неде? Кімге бұндай үнемі жылжып отыратын күнтізбе керек? Жылжи беретін болса, оның мәні не? Бұл сұрақтар жалғыз сізді мазаламайды. Парсылар да бұған біраз бас қатырған. Тарихтан білетініміздей, арабтар парсыларды жаулап алған. Әрине жаулап алып, басынып, өз мәдениетін оларға таңған. Парсы мәдениеті мен тілі қатты құлдырап кеткен еді. Алайда 1-2 ғасыр өткенде, шамамен 10-11 ғасырларда нағыз отарсыздану басталған еді. Мысалы, оның бірден бір ізашары ақын Фирдауси ислам келгенге дейінгі Иран шахтарын, батырларын жырлап, әйгілі шахнаманы жазады. Дәл сол тұста арабтардың айға негізделген, жылдан жылға жылжып кете беретін күнтізбесі жер жыртып, егін егіп, бақшасын баптап жүрген бағбандығымен танылған парсы халқының біраз нервысына тиіп жүрген еді. Мәселенің өгізде өлмейтін, арбада сынбайтын шешімін Омар Хайям ұсынады. Ол Иран халқының төл күнтізбесі, зороастризмдік күнтізбені қайта жаңғыртады. Жыл енді бұрынғыдай наурыздан басталып, наурыздың қарсаңында аяқталатын болды. Бірақ әрине ешкім ренжімесін деп, ол күнтізбені олар парсы күнтізбесі, зороастризм күнтізбесі деп атамайды. Сол тұстағы салжұқтардың сұлтаны Жәләли сұлтанның есімімен атайды. Және жыл санауды хижра күнтізбесі басталатын жылдан бастайды. Мәселенің түбірін енді түсіне бастаған болуыңыз мүмкін. Әлемге танымал айға негізделген 2 күнтізбе бар. Бірі хижра, енді бірі ява күнтізбесі. Ал күнге негізделген күнтізбелердің ішінде белгілілері Григорий күнтізбесі, көне герман күнтізбесі және Иран күнтізбесі мысалы. Қараңыз, айға негізделген күнтізбелер экваторға жақынырақ келеді. Күнге негізделгендер көбіне экваторға сондай жақын емес. Айырмасын байқап тұрсыз ба? Экваторға жақынырақ өмір сүретін қоғамдарда жыл мезгілдері онша ауыспайды. Дубайға қашан барсаңыз да ол жақ жаз. Сондықтан оларға жыл мезгілдерін, яғни күнге төгілді процестерді қадағалаудың қажеті шамалы. Олар үшін ай күнтізбелері ақылға қонымдырақ. Ал явалықтар мен арабтар сияқты мұхиттың жанында орналасқан мәдениеттерге теңіз толқындары әсіресе маңызды. Ал олар ай фазаларына сәйкес келеді. Сондай-ақ, олар үшін қорек көзі болатын бір қатар теңіз жануарының уылдырық шашу кезеңі де күнге емес, айға бағынады. Белгілі бір деңгейде арабтар, әрине мүлде басқа географияда өмір сүріп жатса да, су тайпаларына ұқсас деуге болады. Күш қуатын айдан алады. Әт тайпалар су. Бірақ әлі қатара экваторға жақын тұрмайды ғой дерсіз. Су тайпалары полюстік аймақтарды мекендейді. Бірақ полюстік аймақтар мен экваторлық аймақтардың ұқсастығы екеуінде де жыл мезгілдері ауыса қоймайтындығы. Су, жер, от, ауа. Бір кездерде 4 халық тату-тәтті өмір сүріп жатқан еді. Бірақ от халқы соғыс ашқанда барлығы да өзгерді. От халқы басқа құдірет түрлерін жойғысы келді. Сөйтіп, әлемді бағындырғысы келді. Бірақ шын өмірде ондай құдірет жоқ. Шын өмірде біз басқа нәрселер үшін соғысамыз. Баяғыда керемет көріпкел Ванга айтып кеткен екен. Келесі соғыс су үшін болады деп. Не деген көрегендік, не деген құдірет дерсіз. Қазір талай ғалым да Орталық Азия су үшін өзара соғысуы мүмкін деп Америка ашып жатады. Ванганың да, ғалымдардың да қауіптенгенін жоққа шығарғаным емес. Бірақ достар, бұл сондай бір тың пікір, жаңа көзқарас емес. Су адамзат үшін қашанда маңызды ресурс болған. Су үшін соғысу дәстүрі өркениетпен бірге туған еді. Біздің заманымыздан бұрынғы 2600 жылдары, яғни шамамен 4500 жыл бұрын, Қосөзен өркениетіндегі Умма мен Лагаш қалалары ғасырлар бойы Тигр өзенінің арналарына таласып, талай қақтығысқан еді. Сондықтан Орталық Азияда су үшін соғыс болуы мүмкін, немесе келесі дүниежүзілік соғыс су үшін таластан басталады деген болжамдар сондай бір данышпандықтың, көрегендіктің белгісі емес. Мысалы, дәл қазір Ауғанстан өзінен Әмудариядан су тарттыру мақсатымен Қостөбе каналын қазып жатыр. Бұл Әмударияға аса тәуелді Өзбекстанның шамына тиіп отыр. Әмудария Тәжікстаннан басталып, Ауғанстан, Өзбекстан, Түркменстан арқылы өтетін өзен.
Оның 10% ғана Тәжікстанның өзі пайдаланады, ал 80% Өзбекстанның еншісінде. Ертеректе, дәлірек айтқанда 1950 жылдары, Түркмен Кеңес Республикасында ауыл шаруашылығын дамыту мақсатымен Әмудариядан су тарттыру үшін Қарақұм каналы қазылған еді. Ол Әмударияның әдеткі суының 45%-ын алатындай ауқымды канал болып шықты. Ол Арал теңізінің тартылып кетуіне бірден-бір себеп болған. Яғни, бір каналдың өзі көп нәрсеге орасан зор әсер етеді. Сол себепті де Өзбекстанның дабыл қағып отырғаны заңды. Былтырғы мамыр айында Иран мен Ауғанстан шекарасында атыс болған. Иран мен Ауғанстан Хирмент өзеніне таласып отыр. Біз су үшін соғысуға да дайын екендігіміз негізі былай қарасаң абсурд. Видеоның басында айтқанымдай, суды ішудің өзінен өліп қалуға болатынын көбі біле бермейді. Бізге қазір әр шәйнектен айтылып жатқан бір сұмдық ұран бар. Stay hydrated дейді. Су ішсең ғана денсаулығың мықты болады дейді. Күніне 1 литр су іш. Жоқ, күніне 2 литр су іш. Жоқ, күніне 3 литр су іш. Іш, өлгенше су іш деп қоймайды. Бірақ күніне 2 литр су ішу керектігі рас па? Жалпы 2 деген санның өзі қайдан шыққан? Талдап көрейік. Жауабын бірден бере кетейік. Күніне 2 литр су ішу керек деген әңгіме далбаса. Шынымен далбаса әңгіме. Солай бізге сілтеп, дәйек сөз қылып жазып қойыңыз. Күніне неше литр су ішу керектігін бір емес, бірнеше фактор анықтайды. Жасыңыз, жынысыңыз, денсаулығыңыз, салмағыңыз, бойыңыз. Видеоның басында айтып едік қой, Закари Сабин деген 11 жастағы балақай 3 литр судың өзінен көз жұмған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының немесе Жүрсін Ерман ағамыздың құдасының негізгі айтар кеңестері мынадай. Біріншіден, 2 литр деген ешқандай сиқырлы сан жоқ. Жалпы күні бойы 2-3 литр су ішу нормаға жатады. Оның ішіне жалпы сұйықтықтар да кіреді. Әрине, Кока-кола мен судың арасында коланың қанты өте көп болғандықтан суды таңдаған абзал шығар. Бірақ ағзаңыз үшін шайы да, коласы да, басқасы да су болып сіңіріледі. Екіншіден, өз қажеттіліктеріңізді ескере біліңіз. Әрқайсымыздың денсаулығымыз әртүрлі. Шөлдеп тұрсаңыз, мархабат, су ішіңіз. Шөлдемесеңіз, керек емес. Үшіншіден, жеке факторларды да ескеріңіз. Жүктіліктен, спорттан, суға деген ағзаңыздың сұранысы көтерілуі мүмкін. Бірақ айтқанымыздай шегін бөлу керек. 2-3 литрді жалмауыз ұқсап жұтудың керегі жоқ. Жалпы бір күнде ішкеніңіздің бәрін қосқанда 2-3 литр шығатындай аз-аздан ішіп отыруыңыз керек. Құдай үшін. Есер соқтанып, өлгенше су ішсеңіз, ағзаңызда басқа процестер басталып кетуі мүмкін. Суды тым көп ішкенде, сіз мынаны ескеріңіз. Сіздің ағзаңыз ысқыш сияқты оның барлығын сіңіріп алады. Ал ағзада ашеконың тым көп болғаны гипонатриемияға әкеліп соғуы мүмкін. Бұл видеоның басындағыдай бір әзіл сөз емес, бұл шынымен қорқынышты, қауіпті бір құбылыс. Ағзаңызда су тым көп болса, ол былайша айтқанда сіздің жасушаларыңыздағы, дәлірек айтқанда плазмаңыздағы натрийдің бәрін жуып шайып, деңгейін түсіріп жібереді. Біздің денеміз белгілі бір элементтерден құралған. Сіздің денеңіздің ішінде кішкентай тұз түйіршіктері сияқты ион деп аталатын нәрселер бар. Олар бәрін тепе-тең қылып ұстауға қатысады. Бұл иондар бұлшық еттің жұмыс істеуіне, жүрек соғысына және жүйке жүйесінің сигнал жіберуіне көмектеседі. Сорпаға тым көп су құйып жіберсеңіз, дәмі кетіп қалады ғой. Сол сияқты тым көп су ішсеңіз, иондарыңыз бұлжырап быт-шыты шығады. Бәрі ауыр жағдайға ұласып кетсе, жасушаларыңыз ісе бастайды. Ақыр соңында миыңыздың өзі ісіп кетуі мүмкін. Әрі қарай я кома, я өлім. Судың тазасын ішу керек дейміз, қайнатып ішу керек дейміз, бірақ оның мөлшері де өте маңызды екенін айта бермейміз. Осындай қызық жағдайлар. Су бізге тіршілік берген нәрсе. Әрі бізді өлтіріп жібере алатын нәрсе. Судың айналасында өркениеттер бой көтереді, судың төңірегінде өркениеттер бір-біріне қарсы соғыс ашады. Мына стақанның ішіндегі нәрсе тұтас бір геосаясат элементі. Мен шынымды айтсам, вангасында басқасында білмеймін. Бірақ бұның бәрін бір-ақ мәтелмен тұжырымдауға болады. Судың да,
сұрауы бар.